кемпір болсақты көрдің бе? Я көрдім, ұзаннан кейін аспан асқан. Дұрыс, бірақ бүгін біз кемпір болсақты аспанда емес, нацтарда жасайтын боламыз. Яғни бүгінгі біздің тәжірибеміз шындағы кемпір болсақ деп аталады. Ол қалай болады қала асқағызы? Иә, бүгінгі біздің тәжірибеміз өте қарапайым, қолжетімді, қауіпсіз заттардан жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бос бес ыдыс керек, түрлі түсті дәмдеуіш, қант, таяқшалар араластырғыш, ас қасық, жылы су және піспек, яғни шприц қажет болады. Алдымен ыдысымызға қантымызды салып алайық. Яғни 1-ден 4-ке шейін қантымызды салып аламыз, ас қасықпен. Ал бастайық, санап тұрып салуға. Бірінші ыдысымызға 1 қасық, екіншіге 2 қасық, үшіншіге 3 қасық, төртіншіге 4 қасық саламыз. Sonra kızıl tuz. Al ısıl. Қоспамыздың üstüne ас қасықтан 3 ас қасық жол су құямыз. Санайық. 1, 2, 3. Екінші қоспамыз. 1, 2, 3. Sen komitesiyim. 1, 2, 3. Енді қоспамызды жақсылап араластыруымыз керек. 1 мен 2-ні сен араластыр. 3 мен 4-ті араластырайық. Қоспамыз дайын болды. Қоспаларымызды біздер осы ыдысымызға қойайық. Яғни біздер қант қосылған судан бастап құятын боламыз. Қандай түс, Әлия? Қызыл. Қызыл түс. Енді піскеттің көмегімен тартып алайық. Әлия, өзің жасай ғой. Бірге жасайық. Сәлия? Қызыл. Қызыл түс. Неге ұқсайды, Әлия? Қызыл түстесін сарымсақты. Келесі қандай түс? Сары. Бірге жасайық, сен шын түсінесің. Ой, арасы кетпей ме қаласпасын? Жоқ, Әлия, егер де ыдысымыздың жиегінен құятын болсақ, олар араласпай өз орнында қалады. Әлия, қараш, кемпір қосамыз шығып жатыр ма? Иә. Вау, қандай керемет. Әлия, міне біздің қосамыз да дайын болды. Қарашы. Ала қайтып болсақ шықты. Қаралия, қосамыз дайын болды. Бірақ оған еді арасы кетпеді. Әлия, әр қоспаның, әр сұйықтықтың тығыздығы әртүрлі. Сондықтан біздің қоспамыз осылай кемпір болсақ болып шықты. Себебі қант көп қосылған су астында қалды да, ал жеңілдері үстінде жоғарыда тұр. Бұл біздің шыныдағы тәжірибеміз дайын болды. Сіздермен болған Атырау қаласы Ақжар ауылы номер 59-шы Ақтөбе бөбекжай бақшасының мектеп алды Айгөлек топ тәрбиешісі Қауыдыл Асқарқызы және тәрбиеленуші Қадырбай қызы Әлия.